Хей, ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Рауан Z. Достар, мен бүгін сендермен бірге 4К мод, яғни Lada 4К Lada 14-ке обзор түсіретін боламын. Бұл мод сендерге ұнаған болса, анша лайктарын басқанға тіркелуін ұмытпаңдар. Я қанша уақыт жоқ болып кеттім. Жоқ болып кеткенім рас. И бүгін қысқаша видео болмақ. Ендеше көп сөзбай видеоны бастаймыз. Так, достар, біз бастадық. Короче, бүйтіп инвентарға кіргеннен кейін природаның ішінде, жұмыртқалардың ішінде тұрады барлығы. Так, олар мыналар ғой деймін. Міне осы и осы. Бұлар қараларға мән бермеңдер, тоқтаңдар, қара көрсетейін сендерге. Бұл қаралар не екенін ұғасыңдар қазір. 4К1-ден басайық давай. 4К1. Міне и 4К1, міне бұл аппақ әзірге басында аппақ болады. Кейбіреулерге бұл цвет ұнамайды, және мына жерде и осындай неменелер бар, цветтер бар. Бұл цветтер бүйтіп лақтырып қоймасам, мына жерге қарай, иә. Лақтырып дұрыстап алмасам. Ең басты керек зат ол мына кілт қой, короче, достар. Қараңдар міне. Мына цветтер мына жерге сақ қоя салайын. Так, кілт керек болады. Лайктарын басып отырыңдар обязательно. Мен жоқ болып кеттім, мен көп уақытқа енді өздерің білесіңдер, ол не екен. Так, открыть дверді басасыңдар, сесті басасыңдар. Ұрып алмаңдар енді барынша енді. Желательно. Ал мына енді кілт аласыңдар. Өкініш көре багажный жоқ екен. Завестиді басасыңдар. Міне, сосын мына жерде светін өшіп жағуға болады. Бұны қазір түн болған кезінде соңына қарай видеоның немесінде соңына қарай қалай жанатынын көремін. Соны жағатын жамайды шығар енді өзім. Бұл мод жағытына жазып көрмедім. Міне өсіп жүреді екен. Бұнда достар 5 адамға дейін отыра алады, если что айтып қояйын. 5 адам 4-5 адамға дейін отыра алады білуімше. И выключить етіп қояйық. И завесті өшіреміз. Все. И міне мына жерден цветтерін өздерің ауыстыра берсеңдер. Бұл баяғы жақсы цветтер дегенде қайтсын болады. Көк түстер. Ойбай. Закрыть. Вот. Өстіп қояйды екен. Бірақ просто что-то не то цветтер ма бірдеңке екен, достар. Так, жақсы. 4К2-да. Все, 2 тоже осы сияқты, бірақ просто арт жағы сәл-пәл түсіп тұрады. Міне. Мынаны көрдіңдер ма, көтеріліп тұр. Мынаны түсіп тұр. Мұны 4К білесіңдер ғой, оның артынан колонка шығатын да неше түрлі болады ғой. Тем более қараңдар. Бұл 4К немеде 2-де 1-ге қарағанда мына жерінде терезесін көрдіңдер ма? Мына жер қара. Мына жер жабылған, әдейі жапып қалған осындай. Мынаның артынан жазуы бар екен, көрдіңдер ма? Мына да бір өкініш көре немесі жоқ болып тұр, багажнигі не болса да. Мына капоты ашылмайды не қылса. Бұл да тоже бәріне бір кілт кете береді. Не өстіп айдай бересіңдер, тем более. Светі де тоже сол жанады ғой. И потом так 3 керек, иә. Міне 3, охо, мына 3-те енді типа сендер магазин де неме заттар тасып ше. Қайтсам болады, грузовик болсаңдар осы неме 3-те алуға болады по идее. 3-те тоже осылай жүреді по идее. Есігін жауып қояйық. 3-те осылай жүреді, көрсетпей қойын. И артына қарайсыңдар да. Жоқ, біткен кезде открыть бет. Кілт ұстайсыңдар да, отырсыңдар открыть ящик деген шал айтпақшы. Міне, и потом ашылады, бірақ бәрібір бұнда неме жоғандай. Багажник емес ішіне ештеңе сала алмайсыңдар. Если что айтып қояйын. Так, иә, міне осындай, ал мына қараларға мән бермеңдер. Мысалы, мынау 3-ші неменің өстіп өртенген түрі ғой. Міне, бұл өртенген шығаруға болады Майнкрафтта. Жанып кеткен типа. Ол шыннан өлтіру керек қой, главное. Не осыны өлтіресің, болды. И бұл осында өп шыға келеді. Бұны өлтіре салсаң өліп болады, болды. Ал мынау біріншінікі. Біріншінің қара түтін шыққан, жарылып кеткен ол қысқасы. Міне. Так, мынау 2-нікі міне. Әрқайсынікі әрқалай болады. Көрдіңдер ма? Осындай. Ал енді мен сендерге көрсететін жаңағы ең басты важный заттым, ол жаңағы цветі ғой, свет түнде жануы ғой, короче, соны көрсетейін ендеше. Так, достар, мінекей түн болды. Бірақ немене тілім байланыңыздар, достар, көп сөйлей алмайсың, міне. Так, міне цветі надан көрінбейді екен, бірақ нормально, біраз жанады екен, жақ қарай. Қайта қараңдар, қаншама аумақ жерді алып жатыр мынау. Жақсы екен жанған типа. По идее жоқтан жақсы. О, міне жүрген кезде алай екен көрейік. Ойбай, мен зависть етпек қой. Төмен қазын свет жоқ қой, бәлен көп кетеді екен. По идее жанғаны өзіме қатты ұнап тұрған жоқ. Бірақ сонда да жоқтан жақсы деп отырмын енді. Жарайды ендеше достар, осымен видеоны аяқтайық. Сендермен бірге болған мен Рауан Z.
Сондықтан достар, лайктан басып отырсыңдар, арнаға тіркеліп отырсыңдар, міндетті түрде бұл модты мен Telegram каналыма сақ қойдым. Telegram каналды қазір видеоның соңында көрсетіп кететін боламын, қалай екен. Мінекей достар, Telegramға кіргеннен кейін осылай жазасыңдар. Rawonz main mod. Осылай жазасыңдар. Емне сипаттамасы мінекей. Немесе шақыру сілтемесі, бұны бұйырса сақ қоятын болам сообществоға, немесе осы видеоның ссылкасынан табасыңдар, описаниясына салып қоям. Және кейін мінекей тұр. Мод көрдіңіздер ма? Модты осында салып қойдым. Қалағандарынша жазып ойнай бересіңдер. Ендеше видеоға оралайық. Қалайынша достар, Telegram каналды көрген болсаңдар, немес тек бәдейін айтып кетейін, мен енді бастайын. Осында енді бұйырса екінші каналға Robloxтан бір қызықты видеолар салатын болам. Немене видеолар десеңдер, оны күтіңдер, алдағы бір 5 примерно 1-2 күнде сақ болам алдағы. Ендеше достар, модты жазып қалағандарынша ойнай беріңдер. Сендермен бірге боламын, Rawonz. Қош, сау болыңдар.